Таяуда жарияланған бір видеода бір имамымыз өздерін жаңағы мұсылман санамайтын тәңіршіміз деп есептейтіндерді мұсылмандардың қабіріне жерлемеу керек деген мәселені көтерді. Тәңірші Аллаға сенбейтін, менің құдайым мына көк деп, аспан деп айтқан адам, ол мұсылмандардың зиратына жерленбейді ол. Бұл әрине фиқх кітаптарында анық жазылған, яғни мұсылмандар қабірісіне жерлеу керек, мұсылман еместерді өздерінің жаңа айтқандай басқа қабірстанға жерлеу керек деген мәселені көтерді. Сондықтан әрине бұл мәселеде қоғамда бүлік тудырмауымыз керек әрине. Бірақ шариғаттың үкімдерінде жоққа шығаруға болмайды. Қазіргі таңда елімізде де мұсылмандардың қабірі бөлек орналасқан, мұсылман емес басқа дін өкілдерінің қабірлері бөлек орналасқан. Әрқайсының өздерінің жаңа айтқандай рәміздер, белгілері де бар. Сондықтан бұл мәселені алауыздыққа алып баруға апармауымыз керек. Негізінен алауыздықты шығарып жүрген бұл әрине мұсылмандарға қарсы шабуылдаған тәңіршілер деп айтсақ болады.